Саламатсыздар ма? Мен Салқынбаева Фатима Давидбаевна, бизнес және құқық факультетінің вице-деканы. Мектепті мен 2004 жылы Жаңаөзен қаласындағы 14-ші орта мектепті бітірдім. Ең сүйікті пәнім менде ағылшын тілі болды. Өйткені тілге деген қызығушылығым 6-шы сыныптан басталды. Қазіргі уақытқа дейін сол ағылшын тілді әлі үйреніп келе жатырмын. Мектепті мен 5-ке оқыдым. 9-шы сыныпты қызыл аттестатпен аяқтадым, 11-ші сыныпты да жақсы бағалармен аяқтадым. Аты жөнім Жолдас Айман, бизнес және құқық факультетінің студенттік деканы болам. Өзім 2-ші курс мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығында оқимын. Мектепті 2020 жылы бітірдім. 1 жыл болды. Ағылшын және география. Үздікке оқып бітірдім. Аты жөнім Ерғазы Әлбек, математика 20-1 мамандығы, математика мұғалімдік 2-ші курс. 2020 жылы Қызылорда қаласында бітірдім. Негізі өзім математика мұғалімдікте оқып жатырмын, бірақ негізі әдебиет қызыл дипломға бітірдім негізі, бірақ қазір көреміз. Менің аты жөнім Жанаман Қыдырғалиұлы Бақтөреев. Мектепті 2013 жылы бітірдім, яғни 8-9 жыл бұрын. Мектептегі сүйікті пәнім география және қазақ тілі мен әдебиет болған. Бірақ өзім физмат мектепті бітірдім. Мектепте 4-5 оқыдым. 6-шы сыныпқа дейін барлығы 5 болған. 6-шы сыныптан кейін физика, математика мамандандырылған мектепке ауысқан соң 4-5 болды. Бірден айтып кетейін, есте сақтау қабілетім керемет емес, сол себепті мектеп программасын ұмытып қалғанда шығармыз. Енді өздеріңізге мәлім, 6 шілде біздің елордамыз Астана қазіргі таңдағы Нұр-Сұлтан қаласының туған күні деп есептеледі. Астана күні. Негізі Қазақстанда Астана күні аталып өтіледі, бірақ түбінде елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күні, келесі күні мен мамамның туған күні. 6 шілде күні бізде елорда күні. Кесінді болу керек. Сәуле. Жоқ. Кесінді. Нүктелермен шектелген сызық. Координация. Нүктелермен шектелген сызық. Кешіріңіз ағайым, ұмытқым. Математика ағайым көріп отырса. Нүктелермен шектелген сызық. Вердің емес. Есімде жоқ, шынымды айтайын ба? Негізі Канада таныстарым көп ше, оқитын класстарым бірақ білмейтін Канада астанасы. Канада астанасы. Канада астанасы. Жауап жоқ. Оттава. Оттава. Сайырлы Сауд Арабиясы болу керек. Ватикан, Иран, Сауд Арабиясы, Түркия ма? Сауд Арабиясы. Зайырлы? Светское. Түсінбедім? Светское государство. Светское? Саған так. Түркия шығар? Түркия. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні 16 желтоқсан 1991 жылы алды өз тәуелсіздігін. Осы жыл біздің Қазақстан Республикасының үлкен мереке тәуелсіздіктің 30 жылдығы тойланады. Тәуелсіздік күні 16 желтоқсан тойланады. 1991 жылы алдық. Осы жылы берсі 30 жыл толады. Тәуелсіздік күні 16 желтоқсан күні тойланады. Биыл 30 жыл болады. Берсі 1991 жылы тәуелсіздік алған. 16 желтоқсан тойланады. Енді 1995 жылы. Ойбай, 91 жыл дегенім ғой. 30 жыл бұрын. Түбір белгісі. Білмедім. Түбір белгісі қалай аталады? Түбір асты деп айта береміз ғой. Радикал мәсі. Түбір белгісі. Қалай атауы түбір белгісі. Атауы? Мәсі, түбір. Түбір асты деген бар ғой, В вариантында болатын. Радикал болу керек.
Мадагаскар. Білмедім. Арал, Гренландия аралы. Ең үлкен арал Гренландия аралы ма? Так, ең үлкен арал. Гренландия, да? 1920. Білмедім. Қызылорда қаласы. Одан кейін Алматы, Верный. Бірінші Перовск болды, одан кейін Верный болды. 1920 жылы. Перовск. Орынбор ғой? Мәссаған. 20 жылдан? Верно? Алғашқы астанасы Орынбор қаласы. Өте әсем қала. Жүректен қан жағатын қан тамыры. Мен өзім бір-ақ қан білемін, вена тамыр білемін. Вена сылшыр. Жүректен қан шығарудың қан тамыры есімде жоқ. Вена емес па? Білмедім. Қан шығаратын артериялық қан. Ең кішкентай мемлекет, меніңше Ватикан емес па? Ватикан. Ватикан. Ватикан?